Сәлем, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі бізде тақырып. Так. Бүгінгі бізде тақырып. Так. Бүгінгі бізде тақырып тағдыр деген жазылып қалған ба? Немесе сол тағдырды өзгертуге бола ма деген жалпы сұрақ. Қайырлы күн. Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Қосыла беріңіздер. Мен кішігірім кешігіп кірдім. Сразу бастап кете берейін да. Эфирді. Сақтаймын, наверное, бұйырса. Кімге қызық тақырып? Қайырлы уақыт. Классно. Так, тағдыр бізге жазылып қойған ба? Немесе тағдырды өзгертуге бола ма? Сол туралы бүгін давайте айта кетейік, да? Өте қызық болады. Соңына дейін отырыңыздар. Может, практикалар беріп қалам. Мен вообще білімге жадына емеспін. И мен осындай тегін эфирлерімде, тегін сабақтарымда, тегін эфирлерімде беріп тастай берем. Сондықтан сол нәрсені ұстап алып қызық бәрімізге дейді. Дауысым қалай естіліп тұр ма, қыздар? Шум емес па мына жер? Состояние прям өте классное состояние қазір менде. Потому что тоже практика жасап, содан кейін шықтым. Все. Байқасыңыздар ма? Негізінде, да, біз бәрін білеміз. Да, біз бәрін білеміз. Ақша жинау керек екенін білеміз. Өзіңе сенімді болған кезде жетістікке жететінімізді білеміз. Отношениені де жұмыс жасаған кезде, отношениемен де ол қандай отношение болсын. Біз жұмыс жасаған кезде сол отношениенің үстінде өміріміз отношениеде өзгеретінін білеміз, бірақ жасамаймыз. Да? Курстар аласыздар, білім аласыздар, да, эксперттер, бизнесмендер, команда құрасыздар, немесе жұмыс жасайсыздар, чтобы ақша тауып кету үшін, чтобы байып кету үшін. Бірақ та курс алып жасамаймыз көбіміз. Білеміз, что осыны жасасаң результат болады. Осыны жасасаң саған ақша келіп бастайды. Осыны жасаған кезде бәрі күшті болып кететінін білеміз, бірақ та жасамаймыз. И өзімізді кінәлаймыз. Қолымнан келмейді деп ойлаймыз, мен жалқаумын деп ойлаймыз. Бұл менің өміріме бұл нәрселер жазылмаған деп ойлаймыз. Да? Шындық ол басқа нәрсе. Шындық сіздің кінәңіз емес бұл жерде. Неге? Потому что бұл саботаж. Бұл защитный механизм психиканың. Бұл жалпы парадигма деген нәрсе. Әлем болып отырсыз дейді, рахмет. Курстың түрін алып жатырмыз дейді. Басты проблемаңыз не сіздің? Курстың түрін аласыздар, бірақ жасамауда. Яғни, біліп тұрасыз, мимен түсінесіз, бәріміз уже тупой адам деген жоқ та қазір. Барлығында білім бар. Барлығында әйтеуір бір нәрсені білет. Біреу сатуды білет, біреу SMM, біреу тағы бір нәрсе, біреу фэншуй, біреу психолог, біреу таргетолог деген сияқты, бірақ жасамайды. Жасамаудың себебі, бұл жасамайды, потом өзін кінәлайды, опять же. И не болып жатыр, просто круг болып жатыр. Аласыз, жасаймын деген үмітпен аласыз, жасамайсыз, қолымнан келмейді деген потом сылтау қосылады, потом уақыт болмай жатыр деген сылтау қосылады. Сөйтесіз де соңында сіз, мен жалқаумын, все равно мен қолымнан келмейді. Я же, вроде постаралась деп ойлайсыз, мен уже тырысып көрдім ғой, қолымнан келмей жатыр, значит, менің никогда қолымнан келмейді. На самом деле, бізге солай айтады. Сен уже тырысып көрдің, но у тебя не получилось, и сенің қолыңнан келмейді. Осылай өзімізді кінәлаймыз, жалқаумыз деп ойлаймыз. На самом деле, бұл бірінші саботаж, екінші психиканың защитный механизмі, үшіншісі
яғни қоғамдық коллективный программа дейміз ғой, коллективті парадигма. Эфир не туралы қазір қосылдым дейді. Мен эфирдің тақырыбын жазбаппын. Эфир тағдыр бізге жазылып қойған ба, немесе тағдырды өзгертуге бола ма деген нәрсе. Енді қазіргі проблемадан біз бастап кеттік. Көбіміздің қазіргі проблемамыз, вроде бір жақсы өмір сүруге тырысып жатырмыз, білім алып жатырмыз, бірақ әрекетке келген кезде тоқтап қалып жатырмыз. Не үшін бұл тоқтатып жатыр? Бәріңіз ойлап отырсыздар, мен жалқаумын, менің қолымнан келмей жатыр. Бұл өтірік, потому что бізді осылай қорғап алады. На самом деле бұл парадигма. И бізде мидың ловушкасы деген нәрсе бар. Ми ойлайды, мен өзім шешіп жатырмын. Представляете? Мен өзім осындай шешімге келдім. Яғни мен өзім осы жолды таңдадым. На самом деле сіз просто өткеннің жалғасысыз. Парадигма деген жалпы не нәрсе? Парадигма деген ол қоғамдық коллективтік сенім. Бір сенімге сеніп алады. Яғни ол қандай сенім? Давайте, кімде қандай сенім бар? Ақшаға байланысты, өмір сүруге байланысты. Үлкен елдер маған жазады. Өмірді өзгерту оңай деп мен релистарым бар. Ақша табу өте оңай деген сияқты. Соның астына жазады. Сен ақша табу үшін сен көп жыл жұмыс жасауың керек. И оның стажына қарасаң 35 жыл, 45 жыл жұмыс жасағанда, бірақ байып кеткен жоқ. Бірақ әлі сол табыспен жүр. Яғни логически түсіну керек та. Проблема значит көп жұмыс жасауда емес. Проблема значит біздің көп ақша таба алмаймыз деген ортақ парадигмамызда. Проблема, что сен көп ақша табу үшін біле беруің керек, оқи беруің керек, сол кезде сен ақша табасың. Немесе екінші нәрсе да, парадигма ол сен көп жұмыс жасауың керек, сол кезде табыс тауып бастайсың. И факт та, что 35 жыл менің үшінші ұлымның мектепте мұғалімі болды, бірінші класста. 35 жыл стажы бар. 35 жыл стажы бар, и қарасаң, сол 350 мың айлықты алып жүр. Представляете? 35 жыл жұмыс жасап, психика кеткен, нерв кеткен, уже балалармен не справляется, уже пенсияға кету керек адам ғой. Балалардың кішкене шумын уже көтере алмайды. Яғни нерв кеткен, денсаулық кеткен, но табыс тауып кетті ма? Байып кетті ма? Жоқ та. Бұл жерде енді мен мұғалімдерді төмен түсірейін деген мақсатта айтып отырған жоқпын. Бұл жердегі посыл, смысл да, қандай мағынаны жеткізгім келіп отыр. Яғни сен 35 жыл, 45 жыл жұмыс жасасаң да, сен мына жерде өзгермесең, қоғамдық парадигмадан шықпасаң, сенің өмірің өзгермейді дегенді айтқым келіп отыр. Ол кісілер уже сенеді соған. Олардың қанмен сүйегіне сіңіп кеткен нәрсе. Мемлекеттік жұмыс, стабильность, ол жақсы, ол безопасно деп ойлайды. На самом деле безопасно ештеңке жоқ өмірде қарайтын болсаңыз. Ертең ақ сені жұмыстан шығарып тастауы мүмкін. Ертең ақ сокращениеге кетуі мүмкін да. Но біз сондай бір иллюзияға сеніп өмір сүріп жатырмыз. Бұл не? Бұл тоже парадигма. Мен де ақша тапсам қайтадан баяғы қалпыма түсетініме сеніп жүрем дейді. Так, сеніп жүресіз. Бұл уже сценарий. Яғни өмірді өзгертуге келген кезде бізде осылардың барлығы бар. Яғни қазіргі осы эфирден жеткізгім кеп отырған менің негізгі ойым, тағдыр деген жазылып қойған жоқ. Тағдырды біз өзіміз басқара аламыз. Тағдырды өзіміз жаза аламыз. Бірақ 80-90% халықтың ойы сол парадигмада. Яғни сол коллективті сознанияде өмір сүріп жатқандықтан да 90-80% халық бізде әлі кедейліктен шығып кете алмай жатыр. Әлі қарыздан шығып кете алмай жатыр. Әлі көп табысқа өсіп кете алмай жатыр деген нәрсені жеткізгім келіп отыр. И көбісі ойлайды, да, вот ақша табу оңай деген кезде көбісі ойлайды, ой, мен ауылда тұрамын, мүмкіндік жоқ, мен зарплатаға жұмыс жасаймын, мен қалай өзгертемін, яғни мен ақшаға проработка жасайтын болсам, да, вот узкий көзқарас, мен ақшаға проработка жасайтын болсам, қалай маған сонда аспаннан ақша жауа ма деген сияқты ойланады. Яғни не болып жатыр? Яғни қоғамдық жаңағы парадигмада. Парадигма дегеннің өзі ол не нәрсе? Парадигма деген
бүкіл халықтың сенетін бір сенімдері. Яғни сен қазіргі ойыңды, таңдауыңды сен өзің сознательно, осознанно таңдап жатырған жоқсың. Сенің әке шешең сөйтіп ойланды, әке шешеңнің әке шешесі сөйтіп ойланды, и бүкіл халық солай ойланады. И осы парадигма, яғни парадигма деген жалпы өмірге деген сенім ғой, получается. Ақша табу қиын деген бұл ортақ парадигма, айлыққа жұмыс жасау безопасно деген ол ортақ парадигма. Да, ақша табу өте қиын жолмен, қатты еңбекпен табылады деген ол парадигма. Тағы не бар? Тағы қандай парадигма бар? Тағы қандай сенімдеріңіз бар? Давайте жазыңыздар, мына жерге жазып кетіңіздер. Қайырлы күн, Қарлығаш. Тағы қандай парадигманы осознали? Давайте жазыңыздар активно. И сіздерге чтобы түсінік қалыптассын, да? Осы екен деп түсінікті болып жатыр ма? Парадигма деген жалпы не нәрсе? Гүлсім, сәлем, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Дауыс жоқ? Дауысым естілмей жатыр ма, қыздар? Вроде нормально. Парадигма деген жалпы түсінікті ма? Давайте жазып жіберіңіздер. Дауыс бар дейді. Естіліп тұр. Жақсы. Жақсы, Гүлсім, қалайсыз? Қазір кірдім дейді. Мемлекетті жұмыс, сенімді жұмыс, парадигма. Күнсұлу, қалайсыз? Так, қараңыздар, ақша тапса барлығын бітіріп тастаймын. Ақша табу қиын сияқты. Әрең жеткізем. Бұл қайдан шықты? Бұл тоже ата бабадан келе жатқан, ата әке шешеден келе жатқан сенім. Тема не туралы? Тема тағдыр жазылған ба, немесе тағдырды өзгертуге бола ма? Так, түсінікті, да? Парадигма деген не ол? Просто біз осы парадигманың ішінде өмір сүріп жатқан кезде бізге осы нәрседен шығып кету невозможно сияқты. Ограничение деп жатады ғой. Эфир сақтаңызшы дейді. Эфир сақтаймын, бір күнге сақтаймын только, потом өшет тін шығар. Қараңыздар. Просто бізге өте оңай біреудің өміріне қарап түсініп жасаған. Потому что біз өзіміздің өмірімізде тұрған кезде, представьте, сіз осындай қораптасыз, да? И оның ішінде әке шешеңіз айлыққа жұмыс жасады, 300 мың теңге, 200 мың теңгеге, и автоматом сіз тоже сол айлыққа жұмыс жасайсыз. И сіздің парадигмаңыз бұл айлықтық жұмыстан мен шығып қалатын болсам, аш қалам деген сенім. Бұл сенімді әке шешеңіз бессознательно ол ана жақтан алды, бессознательно сізге берілді, и сіз сол парадигмада өмір сүріп жатырсыз. Парадигма деген не айтасыз ба дейді? Парадигма деген ол ортақ сенім, коллективті сенім. Ол дінге байланысты да болады, Ақшаны жүрегіңе түсірме деген нәрсе. Ақша деген жаман, ақша деген қиын жолмен келеді, ақша табу өте қиын деген сияқты жалпы. Осы парадигма деген осы. Түсінікті ма жалпы? И парадигма ол қандай? Тағы да мысалдарға айтайыншы, қараңыздар. Көп адамда мен қанша табуға лайықтымын. Өзін сол парадигма деген осы нәрсе. Мен осынша сумманы ғана, осынша ақшаны ғана табуға лайықтымын деп өзіне осындай шек қойып алады. Түсінікті, да? Парадигма деген жалпы осы. Мен осы сумманы ғана табуға лайықтымын деген өзіне осындай сенім жазып алады. Ол сенім әке шешесінен келе жатыр. Түсінікті, да? Парадигма деген осы. И менің папам үнемі айтатын: ой, бізге ондай өмірі қайдан, бізге ондай бай өмір қайдан деп. Осының өзі парадигма. Яғни мен егер мышлениені өзгертпейтін болсам, мен сол сенімді өзгертпейтін болсам, мен соған кәдімгі мына әлем, мына табиғат, мына аспан мен жер қандай, менің атым ол мекен екендігіне мен қалай сенемін, дәл солай сеніп өмір сүремін. Представляете? Парадигма деген осы. Яғни біз шексіз бар, осы бар шындық деп сенетініміз ол парадигма.
яғни айлыққа жұмыс жасайтындарды қазір араңызда бар, иә. Кез келгеніңізде қорқыныш бар. Егер мен жұмыстан шығып қалатын болсам, ашық қалам, и сол жұмысқа өте қатты жабысып қалғансыздар. И екінші нәрсе, мен бұл жұмыстан 300 мың теңге ғой, иә, көп айлыққа жұмыс жасайтындардың программасы. Менің айлығым 350 мың теңге ғой. Мен ақшаны проработка жасайтын болсам, ақша маған қайдан келеді? Міне, осы парадигма деген осы. Яғни оның әлемі просто сол жерде ғана өмір сүру. Ол мына сыртында әлем бар екенін, мүмкіндік бар екенін, нығмет бар екенін, ақша табуға болатынын білмейді. Яғни мен мұғаліммін, мен только сабақ қана бере алам деген парадигмада өмір сүреді. И естественно, оның айлығы ары кетсе 400 мың, 500 мың теңге, иә? Осы парадигма деген жалпы осы. Бұл ақшаға байланысты, бұл жұмысқа байланысты, және бұл нәрсе отношениеге де байланысты болады. Яғни мен күйеуім өзгермейді ғой, ол сондай адам ғой, ол өзгермейді, енді мен көнемін. Яғни бұл не нәрсе? Тағдырыңа көндіктің деген нәрсе. На самом деле оны да өзгертуге болады. Сол парадигманы қалай кетіреміз? Қыздарды сабыр бола, сабыр, қыздар, түсіндіріп алайын бірінші. Парадигманы қалай өзгертеміз дейді. Енді отношениеге келгенде то же самое. Яғни сіз қандай отношениені көруге үйрендіңіз, сол сіздің тағдырыңыз болып жазылып кетті. Қарапайым сөзбен, ортақ сөзбен түсіндіретін болсақ, сен қандай отношениені көріп өстің, сенің тағдырың сондай болып жазылып кетті. Жазылып кетті. И сіздің миыңызда болмайды. Қазір кез келгеніңіздің отношениеңіз қандай болса да, одан артық отношенияда күйеуі ухаживать ететін, күйеуі қалаған оперетін, киноларда, дорамаларда болады ғой. Күшті, да? И сондай отношенияны сіз это не может быть деп қабылдайсыз. Ойбай, бізге ондай отношение қайда деп қабылдайсыз. Мен ондай отношениеге лайықсызбын деп қабылдайсыз. Міне осы парадигма деген нәрсе. Сіз солай ойланғандықтан сіздің энергияңыз сондай болады, сіздің фокусыңыз солай болады. Я бұл уже кванттық физикаға кеттік. Сондай болады, и сіз сол реальностьтан просто шыға алмай жүресіз. Так, өткенде сіздің терапияңызға деген ақшаны басқа жаққа кетті. Это не разрешаю ма себе дейді. Қараңыздар. Парадигманың кесірінен үйде отырмын, қорқып сенімсіздік дейді. Қараңыздар, это не разрешаю ма себе емес, бізде ақша негізінде біздің запросқа келеді. Какой-то запрос бізде туады, сол запросқа бізге ақша келеді, бірақ біз соған емес, басқа нәрсеге жұмсап жібереміз, и получается, өзіңе измена жасадың деген сөз бұл. Түсінікті, да? И көп адам, да, плюс көп адамда мынандай парадигма бар. Вообще классно қозғадыңыз мына тақырыпты. Мынандай парадигма бар. Менің қалағаныма жете алмаймын. Бұл қайдан шығып жатыр? Потому что бізді бала кезде бір нәрсені қаладық, и сол кезде әке-шешеміз айтады, қоя тұр, кішкене ақша түссін, сосын аласын. Немесе саған қайдан үйдің үлкені алсын деген сияқты, біз бәріміз бала болдық, бәріміз сол жерден шықтық, сондай сеніммен өстік, сондай сөздерді естіп өстік, и біздің мида автоматом, яғни не разрешение себе, получается, біз қалағанымызды өзімізге рұқсат бермейміз. Вот Гүлбарша қосылды. Гүлбарша подтверждение береді. Гүлбарша мен менторствомда жүрген қыз, и мен бұл қызға айтам, получается, сенде запрос жоқ просто. Вот ақша хочу дейді, мен айтам, сенде просто ақша жоқ, ақшаға запрос жоқ. И ол айтады, қалай менде запрос жоқ? Мен шомылуға барғым келеді, плаванияға, жүзуге барғым келеді, мен массажға барғым келеді, мен тағы анаған барғым келеді. Потом, вчера только она проработала, и кеше жазып отыр, да, что, оказывается, реально менде ақшаға запрос жоқ екен. Потому что, қараңыздар, бұл жерде барлығы бір-бірімен связаны. Ақшаға запрос жоқ. Да, ақшаға запрос жоқ, и бізде ақша жоқ. Не үшін запрос бермейміз ақшаға? Потому что рұқсат жоқ. Қалағаным болады дегенге, яғни бессознательно. Потому что бізді бала кезден үнемі кейін деп өсірді. Қазір бізде ақша түседі, потом аламызда ойланып тұрамыз. Кейін ала салайын. Давай мынаны бір нәрсеге жұмсап жіберейін.
сөйтеміз да ол ақшаны жаңағы күнсұлу сияқты да алдың, ақша запрос бердің, сен ақша түсті, сен ол аласың да басқа нәрсені жабасың. Потому что не үшін сен олай жасайсың? Потому что сенің миыңда қазір мына запросыма ақша келді, бұдан кейін ақша келмей қалады деген қорқыныш бар. Түсінікті да? Мүмкіндік жоқ деген нәрсе. Біз сол негативке сеніп алғанбыз. И біздің реальностіміз сондай. Яғни ақша келмей қалады деген қорқыныш, ол сенің подтверждение. Біздің психикадағы біз қандай сенімге сенеміз, біздің психиканың міндеті соны просто подтверждение беру сенің өміріңде. Сен ақша келмей қалады, ақша бітіп қалады дегенге сенесің ба? Сол подтверждение болады. Дәл солай, к сожалению, дейді. Я. Дәл солай, я. Потому что бұл заңдылық. Яғни сен әлемнің заңдылығы, я. Кванттық физиканың заңдылығы. Сен не нәрсеге, получается, сен бұл заңдылықтарға сенсең де, болады, ол жұмысын жасай береді. Сен сенбесең де, ол өзінің жұмысын жасай береді. Когда біз осы заңдылықтарды түсініп тұрып, өзімізді, миымызды, эмоцияны бақылаған кезде, сол кезде өміріміз реально өзгеріп бастайды. Түсінікті да? Бізге бірақ та өмірді өзгертіп алу үшін біз осы парадигманы бірінші түсініп алуымыз керек. Парадигма деген не? Тағдырды өзгертуге бола ма, әлде жоқ па? Ол өтірік нәрсе ма? Ол көбісі айтады, психологтардың бұл маркетингі ма, что сіздерді алдап жүрген, өмірің өзгереді, өзгермейді деген. Я, көбіміз терапияға барамыз. Да, басымызға бір қиындық түсті, консультацияға барамыз, терапияға барамыз, бірақ, я, не үшін оларда прям күшті нәтиже болып кетпей жатыр? Потому что олар фундаментті қараған жоқ. Олар барды да, мына жақта мысалға ағаш өсіп тұр да, алма ағашы деп елестетіңіз. Алма ағашы қурап жатыр да, и тамырында шірік бар. Сіз ана алма ағашын сақтап қалу үшін барасы да ана жерде тұрған шіріген алмамен жұмыс жасап жатырсыз. Түсінікті да? Терапия, консультация, бір ретті консультация алу, бұл дәл сондай нәрсе, дәл осындай эффект береді. Яғни алма шіріп тұр, мына жақта алма шіріп жатыр, на самом деле ол ағаштың түбі тамыры шіріп тұр. Осы тамырынан бастамаған кездерде сізде реальный результат болмайды. Мына жердегі терапияға бару, консультация ала салу, ол уақытша нәрсе. Сен сол кезде состояниеңді өзгерте алдың, мүмкін күшті нәтиже де болды, бірақ та пока сен мына жақтағы парадигманы өмірге қараған кездегі сенде қандай сенім арқылы өмірді көріп тұрсың, сенде қандай парадигмамен жұмыс жасап тұрсың, соны өзгертпеген кезде сенің өміріңде реальный өзгерістер болмайды. Түсінікті айтып жатырмын ба, қыздар? Яғни бұл жерден түсіну керек нәрсе, нені жеткізгім келіп отыр. Біз ограниченно ойлап тұрмыз. Яғни ограничение дегеннің өзінде біз ойлаймыз, бір ойға ғана қатысты ограничение бар менде. Да, көбісінің келетіні. Менде ақшаға блок бар еді, бір ғана терапиядан шешсем бола ма? Это возможно. 10%-те ғана. 90%-те сен реально мықты табысқа шығып кеткің келе ма? Никак сен бір терапиямен шеше алмайсың. Потому что ол жерде, прикинь, сен эмоцияң бар, ойың бар, өмірге көз қарасың бар, ата-ананың берілген, ата-анадан келе жатқан сценарий бар, ДНК-лық уровендегі ата-бабаңның ақшаға деген қорқынышы сенің ДНК-ңда жазылып тұр, қаныңда сіңіп, сүйегіңе сіңіп кеткен уже. Прикинь, сен ойлайсың да, келіп бір терапиямен мен бәрін шешіп тастаймын. Это никак-то невозможно. Мүмкін сондай айтып жүрген бар шығар, да? Но это реально невозможно нәрсе. Күшті түсінік келеді, сізді тыңдасам қарапайым айтасыз дейді. Классно. Білесіздер, что реально мынандай адамдар жазады маған. Вот реально 35-40 жыл стажы бар. И солар жазып қояды. Сен көп ақша табуың үшін сен көп жұмыс жасауың керек деп. И қарасаң реально 35-40 жыл стажы бар, бірақ әлі байып кеткен жоқ. Представляете? Неге ол?
неге? Потому что олар сенеді, көбірек ақша табу үшін көбірек жұмыс жасау керек. И қартайған шағында қарасаңыздар, нерв кеткен, денсаулық кеткен, уже ешқандай сөзді көтере алмайды, өмір қараса өмірін жақсы өмір сүріп үлгерген жоқ, көп армандар орындалмаған. И получается, бұл ненің нәтижесі, яғни ненің следствиесі, да? Потому что ол сенді көп жұмыс жаса, көп ақша табу үшін көп жұмыс жасау керек деген нәрсеге. Из-за этого өмірі дәл солай болды. Дәл солай болды. Мен черный касса ойнадым да, ақша түсті, бірақ оны саяхатқа шығу үшін ойнаған жоқ едім. Енді мен алтын алғым кеп тұр, қай жаққа жұмсарымды білмеймін дейді. Неге, не үшін деп басты мақсат қандай болды, соған жұмсаңыз. Қалған нәрсеге ақша келеді. Қалған нәрсеге еще запрос қою деген бізде өшіп қалған да, потому что біз ограниченно ойланамыз да, осы жердің өзінде. Мен мынаны жасаймын, мынау маған, вот мен мынаны мақсат етіп қойдым, осыған ақша береді, реально ақша береді саған, соған ақша келеді. Бірақ біз анан аламыз да, дірілдеп, ана жаққа жұмсасам ба, мына жаққа жұмсасам ба. Яғни бұл жердің өзінде ограничение. Яғни сен тағы да мақсат қоюыңа болады да, что, значит, мен мынаны алам деп, алтын алам деп ойнадым, да? Енді мен саяхатқа барғым кеп тұр. Значит, мен саяхатты да давай запрос қойайын. Саяхат или алтын екеуін таңдай алмай жатырмын. Запросым әшейін жинау етін не істесе болады дейді. Әшейін жинау етін болатын болса, ол ақшаңыз просто так жоқ болып кетеді. Потому что психика не үшін ақшаны жоғалтып жібереді. Мысалға, көп кісілер бар да, 2 миллион, 3 миллион теңге, енді бизнесі бар кісілер 2 миллион, 3 миллион табады, и олар айтады, мен 5 миллион тапқым келеді. 5 миллион табуы мүмкін, жыртылып жүріп, шаршап жүріп та, бірақ та сол 5 миллион тапқаннан кейін қалған 2 миллионны, яғни емкость деп айтаймыз ғой біз. Емкостына 2 миллион сияды, қалған 3 миллион қайда кеткенін білмей қалады өзі. Потому что біздің 90% іс әрекетіміздің барлығын бессознательно басқарып тұр. Яғни психика басқарып тұрады. И саған байқатпастан сенің қолыңдағы ақшаны просто так жібереді. И сен отырасың да, ақша қалмаған соң. Білейін, мен ақшаны қайда жұмсап тастадым? Вроде нормальный ақша сияқты еді деп. Потому что тағы бір факт, тағы бір дәлел сіздердің өміріңізді сіз өзіңіз басқармайтыныңызға. Яғни мимен ойлайсыз, мен өмірімді басқарып жатырмын. Но это иллюзия просто. Сіздің өміріңізді 90% сіздің бессознательный программаңыз басқарады. Парадигманы өзгерту тек жұмыспен емес, ақшамен ғана емес, парадигманы өзгертудің жалпы ішіне ол сіздің эмоцияңыз кіреді, ол сіздің ойларыңыз кіреді, ол сіздің жалпы энергияңыз ғой. Өмірді қабылдауыңыз, восприятие деген нәрсе да. Өмірді қалай мен қабылдаймын? Мен қазіргі өмірді қабылдап жүрген менің да қабылдауым бұл кімге тиесілі деп өздеріңіз сұрақ қойып көріңдерші. Мен ақша қиын келеді деп ойлаймын. Бұл кімнің программасы? Кім солай ойланды? Вот реально сондай ма? Ақша табу өте қиын ба? Немесе мен қабілетсізбін деп ойлаймын. Бұл кімнің программасы? Вот реально мен қабілетсізбін ба? Деген сияқты просто ішіңізге кіріп көріңіз. Бейсана деген кішкентай қыз ба дейді. Бейсана деген кішкентай қыз. Кішкентай қыз емес, ол да дұрыс түсінік емес. Дұрыс. Мен өзім түсініп тұрғандықтан айта салдым да. И көп адамдарда бейсана деген кішкентай қыз деп айта салады. Бірақ түбіне нақты кеп түсінетін болсақ, бейсана деген, яғни сенің психикаң да, психикаң мен түпсанаң. Ол деген нәрсе, мен үнемі айтамын ғой, 7 жасқа дейін бізде программа жазылады. 7 жас, 14 жас, әрі кетсе 21 жасқа дейін бізде программа жазылады. И біздің өміріміз, біздің тағдырымыз осыған байланысты болып кетті. Енді бейсана деген кішкентай қыз ба, да? Енді сіз өміріңізді өзгерту үшін сол кішкентай қызыңыз қабылдаған шешімдерді өзгерткен кезде ғана сіздің өміріңіз өзгереді. Яғни психика деген ол кішкентай қыз болып қалмайды. Психика деген сол кішкентай қызды біз өсіріп алып шығамыз. Өсіріп алып шыққанда қандай? Мысалға 5 жасыңызда мамаңыз ақша үшін ұрысып қойды, да? Мама ақша үшін ұрысты. Сол
қатты эмоциональный сондай өзін ну травма, бір сөз қысқа сөзбен айтқанда ол травма алып қалды. И сіздің психикаңыз постоянно сол 5 жастағы кім Ақтілек Ақылгек, да? 5 жастағы сол 7 жастағы қыздың психикасымен ойланады. Түсінікті, да? Мысалға, мықты, бірақ мынандай нәрсе ғой, мысалға бір бизнесмен, да, өткен аптада менде бір бизнесмен келді, Турциямен, Пекинмен оптым жақсы кожаный аяқ киімдер алып сататын. Оның кішкентай кезінде 7 жасында тоже бір случай болған. Мектебінде, получается, мектепте ақша жинайды ғой. Мектепте ақша жинайды. Бұл қыз жинап алады ақшаны барып, сөйтіп базарға барады. Жинап алған ақшадан ана базардағы сума асып кетеді. И анау соны айта алмайды ана қыздарға. Ну, сума асып кетті, давайте еще ақша жинаңдар деп айта алмайды. Потому что өзін төмен сезінеді, алдайды, ғалым деп ойлайды өзінше. Сөйтеді да мына ақшаға өзінің қалтасында ақшаны қосады да, өзінің жанынан ақша қосады да, и сөйтіп еңбекке зат жинаған сол нәрсені мектебіне алып келеді қыздарына. Но все равно қыздар оны кінәлайды. Сен ақшаны артық жинап алдың, бізден артық ақша алып алдың, өзіңнің қалтаңа салдың. На самом деле шындық, ана қызға ақша жетпей қалады, өзінің қалтасына салады. Ол 6-7 класста болған случай, да? Мысал, қараңыздар, случай. Енді осы қыз, қазір оны ана уже взрослая. Тур жасайды Стамбулға, аяқ киімдер сатады. 2 бизнесі болады, екеуі де, бірінші бизнесі де құлайды, жақсы табыс табады, потом құлайды. Екінші бизнесі де жақсы табыс тауып жүр, потом құлап жатыр. Терапия кезінде шықты сол ситуация. Яғни, ана қыздың ішінде үлкен бизнес жасап жүрсе де, сол кішкентай 6 класстағы қыз шешім қабылдап тұр. Түсіндіріп жатыр ма? Сол кішкентай қыз шешім қабылдап тұр. Через чувство вины. Яғни турда то же самое, яғни сценарий болып кеткен уже, то же самое. Турға барады, адамдардан, например, миллионнан жинап алған болса, турға барады, ана жерде доллар өсіп кетеді, самолеттің несі қымбаттап кетеді, гостиницаның бағасы қымбаттап кетеді, сөйтеді, анау қайтадан өзінің қалтасынан ақша салады. Представляете? И сөйтеді, минусқа кіреді. Енді оптым аяқ киім сатып жүр, то же самое, представляете? Бессознательно просто сол қарапайым бір ғана ситуация өмірінде үлкен бизнестерін құлатып, қарызға кіргізіп жатыр. Представляете? И қазір аяқ киім сатып жатқан кезде то же самое. Яғни мықты кожаный, таза кожаны сатып жатыр, арзан бағада сатып жатыр. Еще оған еще плюс сумка қосып беріп жатыр да, представляете? Сумканың өзінің бағасы оптымда 4000 теңге дейді. И мен соны қосып беріп жатырмын. Наоборот, үстінен ақша көрмей, наоборот, бизнес арқылы минусқа кетіп жатыр. Но о нәрсені сама не осознавала. Қазір сіздерге мен осылай ашып айтып беріп жатқандықтан түсінікті болып жатқан шығар. И ойлап жатқан шығарсыздар, қазір ана дура что ли, ештеңені есептемей ма? Но сіздің психикаңыз, сіздің әр іс әрекетіңізді осылай басқарып тұрған кезде, сізде дәл солай әрекет жасайсыз. Қазір өміріңізде ақшамен қиындық, қарызға кіру, отношениеде қиындық па, и сізде дәл осындай әрекет жасап жүрсіз деген нәрсе. Қалай түсінікті ма, қыздар? Обратная связь жоқ қой? Гүлдерден атып, шапалақ ұрып жүрсеңіздерші. Күшті сезініп қалайын деп өзімді. Ну, у меня состояние нормально, но как будто этот стенамен сөйлесіп отырғандай болмаймын. Жалпы жеткізіп жатқан ойым түсінікті ма? Парадигма деген не? Және простой бір қарапайым проблема өмірімізге қалай әсер етеді. Менде сол көп ақша келсе, қайда жұмсарымды білмей қаламын дейді. Мощно, түсінікті, доступно дейді, рахмет. Ага, классно.
Ага. Так. Жақсы, түсінікті болса өте қуаныштымын. Ага, түсінікті, иә. Енді бала кездегі установканы қалай табасыз? Енді қараңыздар, бұның өзі бір үлкен программа. Мен ақшам азайса ашуланам, өмірден түңілем дейді. Получается, ақша тең ашу ыза, ақша тең өмірден түңіліп кету, да? Осындай бір шешім қабылданған, из-за этого осылай өмір сүріп келе жатырсыз. И менде өткенде кеше ма сториста бөлістім, да? Өте мықты кісі. Жылдар бизнес жасаған, бірақ то же самое бір ситуация көтеріліп барып құлау, көтеріліп барып қайтадан нөлге түсу деген сияқты сценарий қайталанған. Бұрыде қарасаң білімі өте күшті. 35 жыл стажы бар, үлкен врач, главврач болған, заведующий болған, одан Сибирский, Москвада оқыған, бірдеңе 4 уровень, прям енді білім деген жетіп жатыр. Но, қазір пенсияға шықты, но ақшасыз қалу деген нәрсе өмірінде 2-3 рет қайталанған. Ресторандар жүргізген, өте мықты медицинский центрлар жүргізген, көтеріліп барып қайтадан құлау, өмірінде 2-3 рет қайталанған нәрсе, да? Бұл уже сценарий. Можно просто өсе беруге әрғарап. Бірақ біздің психикада сондай сценарий жазылғандықтан, біздің бессознательный просто сондай ситуация создавать етеді. Яғни сен біліп тұрсаң да дұрыс емес проектке ақша саласың, біліп тұрсаң да дұрыс емес әрекет жасамайсың, да? Біліп тұрасың, әрекет жасасаң көп ақша таба алатыныңды, но әрекет жасамайсың, да? Бұл жерде уже саботаж, парадигма кетіп жатыр. Психиканың защитный механизмі деген кетіп жатыр. Я установкадан бөлек, представляете? Біз ойлаймыз ғой, тек установканы өзгерту ғана деп. Бірақ установканың ішінде өзі осы программалардың барлығы бөлінеді ғой. Парадигма деген, да, вот отношениенің бәрі осындай болады. Ақша табу деген осындай. Көп жұмыс жасау керек, шаршау керек, өлу керек, қырылу керек, быт болу керек деген сияқты. Бұның барлығы просто парадигма. Немесе кейбір адамдар болады, бизнесте, ну все равно, бизнес жасап жүрмін, но все равно қорқыныш бар, все равно бір күн айырылып қаламын деген. И сол болады. Яғни бұл жерде кванттық физиканы алатын болсақ, сенің энергияң просто соны создает, сондай состояниені создает, ой арқылы, потом ол состояние болады, потом ол энергия болады, потом вибрация болады, и просто сен сондай ситуацияны создаешь өз өміріңе. Просто сол веткаға, сол реальностьқа өзің секіріп кетесің, өзің түсінбеген халде. Кейбіреулер болады, мошенникке алдандым дейді, да? Мен айтам, бұның өзі скачок. Значит, сізде артқа қарап скачок болды ма? Сенің сізде алға қарап та скачок болады. Яғни 15 миллионға, 5 миллионға артқа қарап алдандың ба мошенниктерге? Ол қандай жағдайда алданасың? Сен ойыңа бір нәрсе келіп қалады, эмоция оянады, и сен автоматом сол веткаға өтіп кетесің, сол вибрацияға өтіп кетесің де, кванттық әлемде. Сен просто алданасың. На самом деле и так можно зарабатывать, да? Сен 2 миллионға, 5 миллионға алдандың ба, сен дәл солай скачок жасап, басқа версияға, басқа кванттық әлемде, басқа веткаға секіріп, дәл сондай сумманы таба алуға. Бірақ не істейміз? Мы не разрешаем же. Біздің миымыз рұқсат бермейді, потому что миымыз үшін это невозможно нәрсе сияқты. Түсінікті, да, жалпы? Енді бұған дейін ойлап келген шығарсыздар уже. Мен травманы өзгертсем, установканы өзгертсем, все, менің өмірім өзгеріп кетеді. Немесе кейбіреуіңізде болды, это как работает, это невозможно деген нәрсе болды. Да? Енді осы эфирден алған шығарсыздар, түсінік, надеюсь, да? Жеткізе алдым деп ойлаймын. Кімде түсінік қалыптасты, что өмірді өзгерту өте оңай дегенге. Бірақ та қараңыздар, өмірді толығымен басқа версияға өткізу үшін сізде парадигма өзгеру керек, яғни саботаждан құтылуыңыз керек, да, потом установкаларыңыз бар, сенімдеріңіз, потом травмаларыңыз бар, ақшаға байланысты, отношениеге байланысты, осыларды өзгерткен кезде, потом сценарий бар, ата-аналық сценарийді үзу деген, осыларды өзгерткен кезде сіздің өміріңізде нереально мықты өзгеріс болып бастайды. Түсінікті, да? Мен дәл осыған байланысты кванттық скачок курсы жақында болайын деп жатыр. Бәріңіз білесіздер.
кім мені қарайды, да, сол жерде осының барлығын мен қосатын боламын. Бұл жерде бір ғана сен травмамен жұмыс жасамайсың, бір ғана установкамен жұмыс жасамайсың, яғни түбі фундаменттен бастап полностью өмірге қараған көзқарасыңды, өмірді қабылдауыңды, парадигманы өзгертіп толығымен өзгеріс болады. Яғни көп адамдар не үшін курсты алады да оқымай кетеді? Потому что саботаж бар. Яғни кейінге қалдыру саботажы деген бар, менің қолымнан келмейді деген саботаж бар, мен қабілетсізбін деген саботаж бар. Именно осы саботаж деген сенің бірінші охрана ғой. Сені просто келесі шаққа өткізбей тұрған бірінші охрана. Вот осы охранадан бәрі тоқтап қалады. Бәрі білімді, бәрінің әйтеуір басында бір білім бар. Сол білімді іске айналдырса ақша тауып кете алады. Бірақ та осы именно саботаж деген нәрсе сізге прям өте қатты мешать етеді. Қашан болады дейді? Курс бұйыртса 5-не басталады, 5 октябрь басталады, бірақ та предзаписпен, предзапис деген ол не нәрсе? Предзапис деген ол курстың басталған кезде, официальный сатылым ашылған кезде, ол баға басқа бағада ашылады, яғни қымбаттау бағада ашылады. Ал предзаписпен жазылатындарға уже тиімді, арзан бағада кіре аласыздар. Из-за этого предзапис деп аталады. Яғни алдын ала жазылғандықтан бонус ретінде арзан бағамен жазыласыздар. Плюс кванттық скачок жасайтын настройка бар. Яғни өзіңнің басқа версияңа секіру, басқа веткаға өтіп кету деген. Соны уже бонус ретінде оплатадан кейін сразу алатын боласыздар. Яғни бұл жерде жай лекция бермеймін мен. Жай лекцияның өзін мен тегін сабақтарымда, ютубта мен уже айтып жүрмін, потому что барлығыңыз уже ақпараттың барлығын білесіздер, барлығыңыз білімдесіздер уже. Бірақ та сіздерге нақты техника жетіспейді. Жасадым, результат алдым. Жасадым, результат алдым. Мен тарсыға келгендердің өзінде мен бірінші очередь осы саботажды бердім. Саботажды жасады и сразу результат кетті. Сразу. Түсінікті да? И кейбіреулер былай ойлайды. Менде мысалға, мен тарсывада қазір бір қыз жүр, мұғалім, мектепте сабағы бар, қосымша репетиторствосы бар, и қосымша таргетті оқып алған. Қазір үшеуімен бірдей жұмыс жасап жатыр. Біз оған қараймыз да, біз ойлаймыз, это невозможно, мен үлгере алмай қалам. Бірақ ана қыз айтады, я кайфую просто, мен кайфовать етіп жұмыс жасап жатырмын. Мен, яғни не болып жатыр? Саботаж тоже да, мен үлгере алмай қаламын. Мен шаршап қаламын, менің миым ашып кетеді, мен балаларыма уақыт бөлмей қаламын дегеннің өзі саботаж. Представляете, бұл мидың ловушкасы. Парадигма деген нәрсе да, жалпы саботаж деген нәрсе, ол сізге ешқандай сізді қорғамайды, сізді бақытты етпейді. Оның міндеті сізді сол типа иллюзиямен жасап алған біздің зона комфортамызда ұстап тұрады. Яғни қазіргі сіздің өмір сүріп жатқаныңыз бұл удобно сияқты, зона комфорта сияқты. Но на самом деле бұның өзі иллюзия. Яғни иллюзорно біз сондай қазір нормально, терпимо деп өмір сүріп жатырмыз. Потому что психика үшін таныс нәрсенің барлығы безопасно деген. Түсінікті да? Психика, даже сен тозақты өмір сүріп жатсың ба? Мүмкін отношениеңде ужасные отношения ма? И сенің психикаң үшін ол таныс қой. И как будто сен басқа күшті отношениеге өтіп кететін болсаң, ол бір опасно сияқты. Из-за этого сенің психикаң сол зона комфортада сені ұстап тұру үшін барлығын жасайды. Бір сөзбен айтқанда, түсінікті да? И ақшамен тоже самое. Яғни сен қазір 300 000 теңге тауып жүрсің ба? Сені сол жерде ұстап тұру үшін сенің саботажың, сенің парадигмаң миды қосады, и миың айтады. Қазір мен көп ақша тауып кетсем, ана бұндай бірдеңе болып қалады, мынау болып қалады, үлгере алмай қаламын, тағы бір нәрсе, еще мен жалқаумын, мен қабілетсізбін, менің білімім жетіспейді. Мысалға, менде кеше врач туралы сториста салдым да, и оның ішінде, представляете, сонша білімі бар бола тұра, оның ішінде мынандай ой болды, мен білімсізбін деген. Представляете? Получается, яғни сіздің, мен сол үшін айтамын, сіздің біліміңізге қарамайды,
сіздің психикаңыздың бұл саботажы. Яғни невозможно дейді. Невозможно деген тұрады дейді. Я невозможно дейді, потому что психика үшін ол өмір көрген жоқ, ол өмірді. И психика үшін ол опасно, ол жаққа бару. Из-за этого миыңның ловушкасы қосылады. Яғни сен әлі білімсізсің, сен әлі дайын емессің, сен үшін невозможно әлі деп. Мысалға сол кісі болды. Да? Потом менде жаңа таргетолог туралы айттым, да, таргет мұғалім туралы. И ол тоже таргетті бір ғана рет оқып алған көктемде, и оның миында тоже сондай болды. Мен әлі, дайын емеспін деген. Представляете? Бірақ та, когда убрала на саботажды, и сразу 150 000 теңгеге услугасын сатты. Бұған дейін 70 000 теңгеге сатып жүрген, когда убрала мынаның бәрін, и просто 150 000 теңгеге сата салды да. Представляете? Өзгеру өте оңай. Өте оңай. Сен мына жердегі, осы жерде ғой біздің проблемамыз сыртта емес, біздің проблемамыз ішімізде, біздің ойлануымызда. Яғни невозможно деп ойлаймыз, мен әлі дайын емеспін деп ойлаймыз, менде әлі білім жетіспейді деп ойлаймыз, да? Немесе мен үлгере алмаймын деп ойлаймыз. Үлгере алмаймын деген қыз, мен өзім в шоке, если честно, бұл қыздан, потому что мектепте 2 смена сабағы бар, плюс репетиторство алады, яғни қосымша балаларды онлайн, офлайн оқытады, представляете? Плюс таргет бар, плюс мен күнделікті менторстволарға техникалар беріп отырам ғой, практикалар, бәрін жасайды. Бәрін жасайды, представляете? И соның өзінде айтады, вот мен бұған дейін кішкене бір нәрсе жасасам, шаршап, энергиям бітіп, жатып қалатынмын дейді. Қазір вообще не устаю дейді. Дауыс жоқ дейді. Дауыс қалай сіздерге? Бәріңізде дауысым жоқ па? Бәріңізде жоқ па дауысым? Бар дейді. Все. Получается, неге энергия көтереді, неге энергия бізде көп таусылады. Кейбір қыздар жазады, мен шаршай берем, ештеңкеге желание жоқ, энергиям жоқ, ұйықтағым келе береді деп та. Гүлбарша отырсыз ба? Гүлбарша вот факт, да, доказательство, потому что Гүлбарша тоже бір чатта отырады ғой. Шаршай берем дейді. Бұл не деген нәрсе? Сенің энергияң, значит, қайда кетіп жатыр? Сенің энергияң, сенің өткендегі травмаларыңды ұстап тұруда. Мен алдын, ең алғаш осыны естіген кезде, қуғанский әңгіме деп ойлағам, реально. Қалай сенің энергияң, сенің травмаңды ұстап тұруға кетеді? Это факт, потому что сенің травмаңды, боліңді, қорқынышыңды ұстап тұрудың өзіне өте көп энергия кетеді. Яғни сенің памятыңда, есіңде жүрген, да, біреу сені боқтап кетті, и сол үшін сен өзіңді бейшара сезініп қалдың, да? Немесе папаң ақша бермей қойды, сонан сен өзіңді лайықсыз сезініп қалдың. Жақсы нәрсеге, жақсы сыйлыққа, жақсы ақшаға деген сияқты. Сол энергияны, да, немесе біреу сені күйеуің таңертең или бір ай алдын сені ренжітті, и соған ренжіп қалдың да, сол ренжішті әлі ұстап жүрсің. Именно сол сіздің обидаңызға, именно сол сіздің травмаңызға энергияның барлығы кетеді. Яғни адамда определенно бір энергия болады біздің өмір сүруіміз үшін. Когда біз сол травмамен өмір сүріп жатқан кезде энергияның бәрі сол артқа кетеді, и біздің қалағанымызға, болашағымызды жасауға бізде просто энергия қалмайды. Яғни күнделікті таңертең бодыра тұрып әрекет жасаудың өзіне энергия қалмайды. Представляете? Из-за этого ұйықтай береді, из-за этого шаршай береді, из-за этого энергия жоқ болғандықтан желание да жоқ ештеңке жасауға. Көріс дұрыс па, әлде сізбен жеке жұмыс жасаған дұрыс па дейді, осылардың бәрі бар ғой. Кеше құтылдым, нағыз энергиямды жеп жатқан нәрсені дейді Гүлбарша. Өте қуаныштымын. Құтылсаңыз, уже, наверное, энергия пайда болды, да? И все, дальше, вперед. Қараңыздар, курстың ішінде де осының барлығы беріледі. Енді әркім өзінің қалауы, курстың ішінде тоже осының барлығы беріледі. Бірінші тариф, 3 тарифке бөліп тастадым, чтобы бәрінің қолы жететіндей. Бірінші тариф ол без обратной связи, яғни бүкіл техника барлығы беріледі. Ол жерде уже проработанная деген, уже мен бар техникамен өзім жұмыс жасай аламын дейтін адамдар болса, немесе қымбатын алғым келмейді дегендер болса, соны алсаңыздар болады.
без обратной связи, өң төмен бағасы. Екіншісі бар, екінші тариф, ол жерде аптасына бір рет зум разбор жасап отырамыз. Үшінші тариф, ол топтық менторство, оның бағасы 350 теңге. Ол жерде 3 рет сіздермен жеке терапия өтіледі, плюс апта сайын зум разбор жасап отырамыз, яғни сұрақтарыңызға жауап, поддержка деген сияқты. Жалпы осылай курстың ішінде осының барлығы беріледі. Негізінде бұл курсым менің где-то бір 5-6 жыл дайындалған курс. Вот реально 5-6 жыл дайындалған курс. Неге? Потому что именно осы курста сізге ешқандай психологтың да керек жоқ. Дальнейшем да осы курстағы техниканы аласыз да, яғни бұл сіздің өмірлік картаңыз болады. Яғни техникаларды аласыз да, өміріңіздің кез келген ситуациясында өзіңіз дальнейшем проработка жасап өсіп кете бере аласыздар. Потому что реально бұл жерде травмаң да бар, сенімдерің да бар, ата-анамен сепарация да бар, ата-анадан сценарийді үзілу деген нәрсе бар, сенімдерді өзгерту деген нәрсе бар, толық ДНК-лық уровендегі ата-бабадан құтылу деген нәрсе бар. И плюс жаңа осы 1 жылдық менің кванттық физиканы зерттегендегі менің түсінген заңдылықтарым, да, мен осы эфирдің басында айтып кеттім. Сен әлем сол заңдылықтармен жұмыс жасайды. Сен сенсең де солай жасайды, сенбесең де сол заңдылықпен жұмыс жасайды. Когда сен сол заңдылықтарды біліп алған кезде, сол заңдылықпен өмір сүріп бастаған кезде, өміріңде реально скачок болады. Қараңыздар, скачок дегеннің өзі сен өміріңді бірден секіртіп басқа версияға өту, өміріңді, мысалға сен қазір табыссыз жүрсің, 1 миллион теңге тауып кету, немесе 10 миллион теңге тауып кету деген сияқты. Бірақ та мен үнемі осыны айтып отырам, бірақ та деген нәрсені. Скачок кез келген адам жасай алады скачокты. Бірақ артқа қарап құлау деген нәрсе бар. Неге бизнесмендер 10 миллион, 20 миллион тауып жүреді, артқа қарап құлайып нөлге түседі? Потому что ол жерде сценарий жұмыс жасап тұр. И ол сценарий күнделікті жұмыс жасайды. Яғни біз күнделікті өмір сүріп жатырмыз. И біз күніне 5-6 рет біздің психикамыз бізді травмаға түсіреді. Ол деген не нәрсе? Жаңағы травма бізде болған кезде, біз болады ғой состояние кейде. Шарасыз қалғандай, қолыңнан ештеңке келмейтіндей болады, сондай состояние. Ол состояние сенің просто бір нәрсе триггер етіп, сен балалық шаққа құлап кеттің. Яғни баланың травма алған психикасына құлап кеттің. И именно көп бизнесмендерде құлап қайтадан көтере алмай қалған бизнесмендерде балалық травмаға құлап кетеді, ол жерден шыға алмай қалады. И ол жерде ол 10 жыл, 15 жыл өмір сүре бере алады. Представляете? На самом деле бизнесті көтеріп кетуде шылчком, құлата салуда шылчком. И өміріңді өзгертуде дәл сондай. Қалай алсақ болады курсты дейді, саламатсыз ба, кеш кірдім дейді. Эфирді сақтаймын қыздар, эфирден қарап аласыздар. Заңдылықтарын мен бұл жерде айтқан жоқпын. 5 заңдылығын, кванттық әлемнің 5 өте мықты жұмыс жасайтын заңдылығын мен мастер-класста бөліскен болатынмын. Еще онлайн болды ғой, онлайн 5000 теңгеден саттым. Сол жерде тоже бөлістім. Яғни қандай заңдылықтар жұмыс жасайды. Ал мына курстың ішінде толық қандай заңдылықтар жұмыс жасайды, және сол заңдылықтарды қолдана отырып өмірімізді қалай өзгерте аламыз дегеннің барлығы кіретін болады. Курс жекеге жазыңыздаршы қыздар, курс туралы. Курс бүгін предзаписпен сатылым ашылды. Предзапис деген ол ыңғайлы бағада, төмен бағада алып қалу деген нәрсе. Официальный сатылым бізде так нешіне ашылатын еді? 28-не ашылады ғой деймін. Сол кезде уже басқа бағада болады. Кішкене қымбаттау деген сияқты. Каспий голд жіберің дейді. Мейіргүл, давайте маған директке жазыңыз. Немесе мен сториска қазір менеджердің номерін қоям, соған жазсаңыздар да болады. Сондықтан тағдыр деген жоқ нәрсе. Бізге қазір өзіміздің проблемамыз өте үлкен сияқты көрінеді. Яғни отношениедегі қиындықтар, ақшамен қиындықтар өте үлкен сияқты көрінеді. Потому что біз соның
эмоциясына кіріп сол жерде жүрміз. Сол жерден шығып кету бізге өте қиын сияқты. Бірақ та мына жерден, мына жердегі ойларды, ішіңдегі эмоцияларды өзгерткен кезде ол жерден шығу өте оңай. Өте оңай. Квантовый скачок сатып алдым, басқа психологтан қайта дейді. 2 рет ештеңке өзгеріс болмады ғой дейді. Квантовый скачок қараңыздар. Не үшін ештеңке болмайды? Потому что мен бұны зерттеп тастағадым уже. Не үшін өзгеріс болмайды? Потому что ол жерде кванттық әлем қалай жұмыс жасайды, заңдылықтары вообще түсіндірілмейді. Түсіндірілмегендіктен ол жерде просто практиканы береді. Сен просто осы состояниеге кір, сенде скачок болады деп айтады. Ол состояниеге кіріп скачок жасауға болады. Бірақ 100 адамның бір 2-3-еуінде ғана болып кетеді. 10 адамның 1-еуінде ғана болады деген нәрсе. Түсінікті да? Не үшін олай жасайды? Потому что бізде психика бар, бізде логика деген нәрсе бар. Біздің миымыз логически не үшін бұлай жасау керек, не үшін бұлай болады түсінбеген кезде, біз оны курсты сатып алсаңыз да, практиканы жасамайсыз сіз. Потому что на практика бір туфта сияқты көрінеді. Из-за этого заңдылықтарын білгеннен кейін ғана, әлем қалай жұмыс жасайды, біздің эмоциямыз, біздің ойымыз қандай вибрация шығарып жатыр, дәл қазір мен қандай вибрациядамын, соны түсінген кезде ғана біз жасай аламыз, біз скачок жасай аламыз. Өте қымбат сатып алған едім дейді. Түсінікті ғой, не үшін кванттық скачок жасап кете алмайды? Менде қазір кванттық скачок деп жасап берсем болады сіздерге. Бірақ мен білемін, сіздердің 100 адамның 1-2-еуінде ғана скачок болады. Қалғандар просто так келіп, просто так кететін білемін. Из-за этого, осы психика жағынан білімдерді мен қостым, потому что адам түсіну керек, қай жақтан келе жатырмын мен, және қай жаққа кетіп бара жатырмын, және өмірімдегі мына проблемалар, қиындықтар не үшін болып жатқанын, бұның түбі қайда екен мен түсінген кезде ғана, мына жерге нақты түсінік келген кезде ғана біз өсіп кете аламыз. Басқа курстардың ішінде только медитация жасадым, түксе болмады дейді. Менің қазір айтып отырғаным осы нәрсе, яғни медитация жасайсыз, бірақ та түсінбеген кезде не үшін медитация жасап жатсың, не үшін ол состояниеге кіру керек, не үшін ол состояниеге кірген кезде нақты сенде қандай өзгерістер болады, соны түсінбеген кезде сенде реально өсу болмайды. Тағы да айтамын. Сабақтың аты қандай дейді? Сабақтың аты кванттық скачок. И араңызда бар ғой, менде отношение деген өткенде біреу қойып жатыр да. Сіз вообще кімсіз? Ақшадан өсіресіз ба, отношениеден өсіресіз ба деп. И бәріміз, потому что үйреніп қалғанбыз да уже. Бір эксперт ақшадан только өсіреді, бір эксперт только отношениеден өсіреді, и басқа білім жоқ сияқты. На самом деле өмірдің заңдылығы деген нәрсе, өмірдің заңдылығы деген сол кванттық заңдылықтар. Ай, құдай-ай, жандарым-ай. Шүкіршілік өмірді өзгертеді дейді. Не үшін өзгертеді? Бір психолог айтып еді, ата-анамен прородка жасамасаң квантовый скачок жасай алмайсың, түбірін табу керек деп, дұрыс па ол дейді. Содан соң квантовый скачок десе атылып қашатын болдым дейді. Ай, қараңыздар, шүкіршілік өмірді өзгертеді дейді. Шүкіршілік деген өмірді өзгертеді. Бірақ қалай өзгертеді? Не үшін ол өзгертеді? Соны білмей біз жасамаймыз. Бұған дейін бір 10 жыл алдын, 20 жыл алдын естідіңіздер ғой. Шүкіршілік ете бір өмірің өзгертеді дегенді. Бірақ жасадыңыздар ма? Жоқ. Неге жасамадыңыздар?
Потому что миың айтып тұрады, қумаш сен просто шүкір жоқ нәрсеге шүкір дей беретін болсаң, қалай өмірің өзгереді дейді. И потом сен миыңның артынан кетесің, жасамай қоясың. Түсінікті да? Шүкіршілік қалай өмірді өзгертеді? Шүкіршілік деген ол бірінші жүректі ашады. Яғни благодарность. Уже жүректі ашады. Жүректі ашқан кезде, жүрек бәрімізде жүрек жабық. Жүрек ашылған кезде 3 метрге дейін біз магниттік поле создавать етеміз. Именно сол магнитный жүрек ашылған кезде не болады сенде? Жүрек ашылған, шүкіршілік айта беріп жүрек ашылады. Ол бірден ашылып кетпейді, оның өзінің уақыты бар, практикамен келеді. Яғни жүрегің ашылады. Жүрегің ашылғаннан кейін сен 3 метрге дейін магнитный поле создавать етесің. И сол, яғни сен не болып жатыр? Шүкіршілік состояниесінде жүрген сенің состояниең өзгереді. Яғни вибрацияң өзгереді уже. Сен шүкіршілік, біз адамдар екі эмоцияны бірден сезіне алмаймыз. Яғни шүкіршілік болып тұрған кезде біздің телада біз басқа вибрациядамыз. Ол кезде бізге ешқандай қорқыныш, ешқандай тревожность болмайды. Түсінікті да? И сол состояние ұстап жүре беретін болсаң, сенің уже вибрацияң өзгереді, состояниең өзгереді. Сол состояниеге байланысты ойлар келіп бастайды. Шүкіршілік состояниеде жүргенде сен біреуге бір жамандық жасасам, біреудің бір нәрсесін тартып алсам деген ой болмайды. Сен шүкіршілік состояниесінде, яғни жүрегің ашылған кезде сен просто беру деген басталады. Яғни ештеңені күтпестен просто беру деген нәрсе басталады. И сен қандай дәрежеге көтерілдің? Қорқыныш, тревога состояниесінен сен уже біраз деңгейге көтерілдің. Уже сен ештеңе күтпестен сен беріп бастайсың. Әлемге пайдалы болып бастайсың. Ал әлемнің заңдылығы ол не? Алу, беру балансы. Сен қалай беріп жатырсың, солай сенің өміріңе жақсылықтар тартылып келеді. Түсінікті да? Шүкіршілік деген из-за этого просто айта салады біреу, шүкір жаса. На самом деле не үшін жасау керек екенін түсінбеген кезде біз жасамаймыз. Енді келесі сұрақ, бір психолог айтып еді, ата-анамен проработка жасамасаң, квантовый скачок жасай алмайсың. Бұл нәрсені қазір сіздің миыңыз прям буквально қабылдап тұр. Да? Просто так қабылдап тұр. Мен ата-анаммен проработка жасауым керек и өсіп кетем деп. На самом деле қалай? Ата-анамен не үшін проработка жасаймыз? Потому что біздің ата-анаға деген реніш болады. Ата-анадан сепарацияланбау деген нәрсе болады. Менде мысалы өткенде менторствода бір кісі баласымен сепарация жасаған кезде, бүгін кешкісін после обеда, осындай 5-тің уақытында сепарация жасадық баласымен. Ертесіне баласы бір жыл жұмыссыз жүрген ғой, проекттер күтіп. Ертесіне уже баласына 3 проект ұсынып тұрды. Не болды? Сепарация жасалынды. Яғни бөлініп шықты. Да? Дәл солай бізде ата-анамен бөлінеміз. Не үшін проработка ата-анамен жасаймыз? Потому что біз бала состояниесінде болған кезде бізде ата-анаға деген реніш болады. Яғни сенің ата-анаң саған бір бермей қойғаны, бір ұрсып қойғанында, яғни сенде не? Сенде просто травма бар. Яғни сол эмоцияны әлі көтеріп жүрсің. Әке-шешем маған өйстіп айтқан еді, мен реніштімін. А когда біз сепарация жасаған кезде не болады бізде? Біз уже взрослое состояниеге өтеміз. Яғни біз өзіміз уже есейген халіпке өтеміз. Есейген халде біз осознанно түсінеміз да, біздің өміріміз үшін олар жауапты емес, біз ғана жауапты. Бұл менің ғана жауапкершілігім. А когда сенде травма болғанда, сепарация жасалынбағанда, сен өміріңдегі болып жатқан қиындықтың барлығына бала состояниесінде әке-шешеңді кінәлап өмір сүресің да? Бұл сол үшін айтылады. Яғни ата-анамен не үшін проработка жасаймыз? Яғни травманы проработка жасап шығу үшін и плюс взрослое состояние, сепарация жасап бөлініп шығу үшін. Когда квантовый скачок, да? Именно осы кезде болады. Именно осы кезде. Мысалға тоже кешегі клиентім, да? Менторствода клиенттің біреуі. Папасы тоже бизнес жасаған, өте мықты. Бұл да өмірінде бизнес жасайды келеді. Пенсияға шыққан кезде папасы бизнесін тоқтатады да, үйде отырады. Бұл тоже пенсияға шығады да, ақшасыз қалады. Не болып жатыр? Яғни қайталану, сценарийді қайталап жатыр, да? Когда сепарация жасалынған кезде, яғни әке-шешенің өмір сүру салтынан, сценарийынан бөлініп шыққан кезде, сенде уже жеңілдік пайда болады. И саған ясность келіп бастайды. Миың ясно ойланып бастайды. Не үшін бұған дейін ясно ойлана алмады? Потому что просто ата-ананың сызған жолымен келе жатсың да?
түсінікті да, бессознательно сонымен жүреміз. А когда бізде сепарация жасалған кезде уже біз бөлініп шығамыз да. Әке шешеміз кедей болып өмір сүрген кезде баланың ішінде мынандай ой болады: мен әке шешем кедей болды, значит мен тоже бай жасай алмаймын, бай бола алмаймын, это невозможно сияқты. А когда сепарация жасалынғаннан кейін сен уже өз өміріңе нақты жауапкершілік аласың, осознанная боласың да, и сен тұрасың да, папамның, әке шешемнің өмірі сондай болды, ал бұл менің өмірім, значит шешімді мен ғана қабылдаймын деп уже сен өзіңнің жолын таңдап кетесің. Түсінікті да, бұл энергетический үзілу психикадағы да. Ол көп әйелдің да, қазір біз енді 30-35 жастағы өзіміздің өмірмен алысып жатырмыз. Бірақ та уже пенсияға шыққан 60-50-дегі әйелдер, олар уже не то что ата-ана, олар балаларымен кіндіктері байланып қалады, балаларын жібермей отырады. Маған уже бір 5-6 әйел келді осы последний 1-2 айдың ішінде. Баламның жұмысы жүрмей жатыр деген, балам кредитке кіріп кетті деген, яғни өзімде табыс жоқ, баламда да табыс жоқ. И когда сепарация біз жасаған кезде балаларының өмірі автоматом өзгеріп кетеді да, представляете? Балаларының өмірінде автоматом жолдары болып кетеді. Не үшін ондай болады? Біз ата-ананың сценариймен өмір сүріп келе жатсақ, біздің балаларымыз біздің сценариймен өмір сүреді. Прикиньте, біздің сценарийді неосознанно өзіне қабылдап алады. Когда біз да сепарация ата-анамен де баламен де жасағанда автоматом баланың өмірі өзгеріп бастайды. Потому что бұл жерде заңдылық тоже, кванттық заңдылық, кванттық запутанность деген нәрсе бар. Яғни заңдылығы, кванттық запутанность заңдылығы. Бұл ол деген не нәрсе? Ол деген бір атом, біз барлығымыз атомбыз, энергиямыз. Бір атом бір жерде өзінің структурасын өзгерткен кезде екінші атом автоматом өзгереді. Ал психика жағынан, яғни сен сепарацияланған кезде балаңның өмірі де автоматом өзгереді, әке шешеңнің өмірі де автоматом өзгереді. Түсінікті да? Из-за этого проработка жаса деп айтылды. Бірақ, наверное, ол психологыңыз не үшін проработка жасау керек екенде айтпады. Может айтпады, может өзі де білмейді. Біз таза энергия емеспіз. Біз жартылай энергиямыз, жартылай программамыз. Сен неге қазір боласың, дайын болғанда Алла жібереді дейді. Біз барлық нәрсеге дәл қазір дайынбыз. Бірақ біз почему-то ойлаймыз, мен әлі дайын емеспін. Мысалға тұрмысқа шығатын бір қыз келді да, тұрмысқа шыққысы келетін бір қыз келді. И мен оған айтам: давай представь, что дәл қазір сенің идеалыңдағы ер адам қазір келді сенің өміріне. Дайынсың ба тұрмысқа шығуға десем, ол айтады: жоқ, мен пока психологически мен өсуім керек, менің фигурамды дұрыстауым керек, мен түрімді уход жасауым керек, да? И сол иллюзиямен қанша жылдар өмір сүріп келді. И мен оған айтам: қашан дайын боласың? Наверное, 1-2 жылдың ішінде дайын болатын шығармын. И мен оған айтам: значит, 1-2 жылдың ішінде тұрмысқа шығасың. И то, сен сол 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, я уже готова, мен дайынмын деп шешім қабылдаған кезде ғана. Ал можно дәл қазір мен дайынмын, дәл қазір мен осы қаліпімде, осы фигурамен, осы мінезбен, осы түрменен, бетімдегі әжім прышпен қабылдай алатын адам бар деп сенетін болсаң, ол адам сенің өміріңде пайда болады. Состояние бір күні күшті болса, бәрі тартылып кетеді, 2 күннен соң қайтадан құлайды, бір қалыпты қалай ұстап тұруға болады дейді. Не үшін состояние құлайды? Потому что просто триггерить етіп кетті бір травмаңды. Из-за этого состояние құлайды. Обиженная, жаным сол, өте орында да, курста алдың, сенің ожиданияң дақтамай қалды, бірақ ол ренішті алып, бүкіл адамға жабыстырудың қажеті жоқ. Неге жауап беріп жатырмын мынаған? Квантовый скачок курсыңызды медитация қалай кіреміз, қайтып жасаймыз, не болады, қалай болады, бәрін түсіндіресіз бе? Әлде курс 4 или 5 айдан соң бүкіл өшіп қалып қайта сатып аламыз ба дейді.
Мен квантовый скачок техникаларын мен только 4-ші апта, 3-ші, 4-ші аптадан бастап беріп бастаймын. Оған дейін біз психиканы тазалаймыз. Психиканы тазаламай сізде скачок никак болмайды. Болғанның өзінде артқа қарап құлау деген нәрсе болады. Яғни жаңа қыз жазып жатыр да, состояние бір күн нормальный болса бәрі күшті, екінші күні құлаған кезде қайтадан бәрі жаман болып кетеді. Состояние ол сенің психикаңдағы программалар, просто травмалар, программалар. И ол программалар живущий, да, әлі тірі болған кезде ол сенің состояниеңді жібермей ұстап тұра береді. Из-за этого менторствомда да, бұған дейін уже 2 рет 3 рет менторство өткіздім ғой Инстаграмда. Именно осындай трансформацияны, толық трансформация беретін, толық тағдырыңызды өзгертетін курсты бірінші рет жасап отырмын. Бұл бірінші поток болады. Яғни біз бірінші психиканы полный тазалаймыз, потом только состояниеге кіру. Потом кванттық заңдарын бірінші түсініп аламыз. Кванттық заңдылықтар жалпы қалай жұмыс жасайды, қандай заңдылықтармен қалай әрекет етеміз өмірде. Да, мысалға запутанность, квантовый запутанность, кванттық резонанс заңдылықтары, да? Кванттық резонанс заңдылығы, например, қалай жұмыс жасайды. Кванттық резонанс деген түсінік бірінші түсініп аласыздар. Оны түсінбей сіз ештеңке жасай алмайсыз. Кванттық резонанс деген ол мен қандай вибрациядамын, мен сондай нәрсені тартамын. Да? Яғни мен қандай состояниедемін, мен сондай нәрсені тартамын. Егер мен жертва состояниесінде өмір сүретін болсам, мені дальнейшем жертва ете беретін состояние тартамын. Мен көшеге шықсам біреу ұрсып кетеді, боқтап кетеді, немесе үйде күйеуім ұрсады, төмендетеді, боқтайды, самооценкамды түсіреді, потому что мен сол состояниедемін. Мен сол энергияны әлемге таратып жатырмын. Яғни кванттық резонанс деген осы. Когда сен сол состояниені, сол энергияны, вибрацияңды, я уже достойная, мен уже миллиондар тауып жүрген адаммын. Яғни сол энергияны, сол вибрацияға қосылған кезде сенің өміріңе сол отношениеде тартылады, сол ақшада автоматом тартылып келеді. Потому что осы именно осы заңдылықпен мен қыстың күні да осы бір жыл бойы зерттедім деп айтып жатырмын ғой, кванттық физиканы. Сол зерттеп жүрген кезде мен ол кезде Инстаграм жүргізіп жүрген жоқпын. Бір жыл тоқтаттым мен Инстаграм жүргізуді. Курс ешқандай жоқ, терапия ешқандай жоқ. Мен осы кванттық резонанс заңдылығымен жұмыс жасап, 2 күннің ішінде 1,5 миллион теңге ақша келді маған, тартылып келді. Не болды? Мен просто сол ақшаның вибрациясына қосылдым. И әлем маған просто совпадениемен сол нәрсені береді. Курста ата-ана проработка бар ма дейді. Курста ата-ана проработка. Мен түсіндірдім, ата-ана проработка деген не нәрсе? Біз ата-анамен жалпы проработка жасамаймыз. Біз өзімізбен проработка жасаймыз. Яғни өзімізді өзгертеміз. Ата-анамен только сепарация жасаймыз. Ата-анамен только сценариймен ажыраймыз. Оның барлығы бар курста. Бұл жерде мен қазір бұған дейінгі айтылып жүрген білім полностью, яғни 3 рет мен не өткіздім ғой, менторствода. Не үшін өткіздім? Потому что ол жерде мен білуім керек болды. Кімнің мышлениесі қалай жұмыс жасайды, қандай техника берілген кезде қандай результат болады деген сияқты. Мышленияның өзінің 3-4 этапы бар. Яғни ақшаға байланысты да. Бірінші этап ол мен қабілетсізбін деп ойлайды адамдар. Мен ақша табуға қабілетсізбін, менің қолымнан келмейді. Ол бірінші этап. Бұл менің уже авторлық кәдімгі техникаларым. Екінші этап бар. Ол жерде уже мен табалатын сияқтымын, табалады екенмін деп ойлап бастаған кезде уже өміріне ақша келіп бастайды. Үшінші этап бар, уже миллионның үстіне табатындар. Яғни мен табаламын, хочу больше деген. Төртінші этап бар, ол жерде уже сен не хочешь ақшаны, сен хочешь просто состояниені. Сен уже ол этапта сен жаңағы жүрек ашылу деген нәрсе бар да. Джо Диспензаның өзінің де медитациясы бар. Когерентное сердце деген ба, яғни ми мен жүректің бірігуі деген. Яғни 4-ші этапта бізде полностью жүрек ашылады. Ол кезде біз ақшаның артынан қоймаймыз уже, ақша біздің артымыздан қояды. Түсінікті ғой? Осы 4 этап бойынша, яғни бүкіл мышление, бүкіл психология, бүкіл психика осы 4 этаппен жұмыс жасайды. Осы 4 этаптан өткеннен кейін, әр этапында уже сіздер сол состояниеңізге байланысты ақшаны тауып бастайсыздар.
қалай ойды өзгертемін, көп практика жасаймын, жазу, медитация, трансформация өзгерту, но неге әлі бар? Потому что это парадигма. Эфирді сақтаймын, эфирді басынан көріңіздер. Парадигма не екен, не үшін қазір сізде ойыңызды өзгерте алмай жатырсыз? Жалпы соған түсінік боласыздар. Денсаулық мәселесімен кванттық скачокқа қатысуға бола ма? Болады, конечно. Бірақ денсаулықпен особо мен жұмыс жасамаймын. Ну, почему-то татпайды неге? Но өзім жасаймын, өзім проработка жасаймын десеңіз можно. Потому что менде ретриттен кейін бір қыздың мына жерінде үлкен қалың болды деді. Кім сторисімді қарайды, салған болатын алдым, бір ай алдым ба. Нерінде үлкен қара қал болған. После ретрита просто ана өзінен өзі тартылып шығып болып кетті. Это же денсаулық. Денсаулықтың өзі энергиядан, ойдан, эмоциядан тұрады на самом деле. Когда вы проработаете эмоцияны, ойыңызды, денсаулығыңыз дұрыс болады. Негізі ауру деген нәрсе вообще жоқ нәрсе. Ол вот мен үшін қазір ауру жоқ просто. Қазір кім біреуіңіз сенесіз, біреуіңіз туфта дейсіз, но ауру деген нәрсе жоқ. Так, менің балам менің өмірім бойынша тура мендей болып өмір сүріп жатыр. Менде анам и анамның анасының өмірін сүріп жатырмын. Получается, у вас идет сценарий. Мамасы ажырасқан, немесе папасы қайтыс болған, қыздар бессознательно тоже сол жолмен жүреді. Потому что психика үшін солай өмір сүру как будто нормально сияқты, как будто безопасно сияқты. Из-за этого оның психикасы любой жолмен күйеуден либо ажырасып кетуді, либо басқа жолды таңдауды жасайды. Енді бұл жерде мен айтқым келіп тұрған жоқ, ажырасу деген ол жаман нәрсе деп. Бұл жерде адам өзін тапқан кезде, өзімен өзі бақытты болған кезде, ол айналасына бақыт сыйлай алады. Иә? Қанша адам бар, что ажыраспаймын деп, балаларым үшін ажыраспаймын дейді да, но на самом деле именно сол балалары сол отношение дейін қиналып жүрген. Сондықтан дұрыс-бұрыс деген нәрсе жоқ. Сенің жаның не қалайды, соны жасау керек. Все. Жасасам баламның өмірі де өзгереді ме дейді. Сепарация жасасаңыз өзгереді. Алдында квантовый скачок марафон болды ғой, сол сияқты курс па дейді. Ол жерде бір ғана кішігірім ғана техникалар берілді. Бұл жерде толық трансформация беріледі. Резонансқа шығу үшін вибрациядан шығып кетті. Так, резонансқа шығу үшін вибрациядан шығып кетпедіңіз бе сонда 2 күн ішінде? Түсініксіз сұрақ. Түсінбедім жете сұрағыңызды. Осы 4 этап бойынша жұмыс жасау қай курсыңызда бар? Осы курста бар. Бұл основной курс. Бұл основной курс болады. Осы өткіземін, потом я не знаю қашан өткіземін. Сондықтан кім реально жаңа жылға дейін реально өмірін өзгерткісі келеді, постарайтесь қатысуға, потому что 100% мен гарантия берем, что бұл курстан өзгермей ешкім шықпайды. Бәріңізде өзгеріс болады. Ерлі зайыптылардың отношениесін айтасыз ба дейді. Ерлі зайыптылардың отношениесі то же самое. Яғни жаңа айтып кеттім да, вот парадигма деген нәрсе. Біз ойлаймыз, жоқ, мен папам мынандай болды, менің күйеуім мынандай, өтірік нәрсе. У нас все равно идет слияние күйеуімізбен. Ол тоже парадигма. Мысалға да, қандай мысал келтірсем болады? Бір сөзіме айтқанда, бұл тоже сенің нең ғой, программаң ғой просто. Сенің самооценкаң. Өмірді өзгерту, мен қазір 100, даже 1000% сенімділікпен айта аламын. Қараңыздар. Кез келген психологияның практиканы, прана бар, телесный терапия бар, да, тағы не бар, энергия практика бар, тағы не бар, психотерапия деп алады, ата-ана, родтық программалар, барлығы, мына 3 қана нәрсемен жұмыс жасайды. Эмоция, ой, сенім, все, барлығы осы.
шеге терапиясы бар, барлығы осы. Шеге терапиясында тоже сен эмоцияңмен жұмыс жасайды. Ешқандай қалай айтсам болады, психологияның түрі деймін ба, ешқандай психологияның түрінде басқа жолмен жұмыс жасамайды. Барлығы осы үйме, психосоматологияда денсаулықпен, эмоциямен барлығы осы үшеуімен ғана жұмыс жасайды. Кез келгені, потому что біз осыдан тұрамыз. Біздің энергиямыз осыдан тұрады. Осыдан шығып барып қана, яғни осы эмоциядан шығып барып қана бізде вибрация туады. Именно кванттық әлемде осы вибрацияға байланысты біздің шындығымыз құрылады. Яғни қазір мен ақша келмейді деп мен сол ойға сенем ба? Ой, потом оған эмоция қосылады, яғни қорқыныш, тревога, стресс, потом уже сенім кетеді. Вот мен сенім да, уже мен көп ақша таба алмаймын. Маған ақша келмейді. И сол вибрациядасың. Сол вибрациядасың, и сол вибрацияға сай реально саған ақша келмейді, немесе реально қарызға кіресің, немесе реально ақша таба алмайсың. Когда осыны өзгерткеннен кейін ғана бізде рост болады. Основной рост негізінде ата-аналық сценарийдан үзілген кезде, ата-аналық сценарийді үзген кезде болады. Потому что ол фундаменті. Именно содан үзілген кезде вот реально рост, квантовый скачок сол кезде болады жалпы. Менде еще вебинар болады. Если кто хочет, соған тоже келсеңіздер болады. Бірақ та курсқа предзаписпен, арзан бағамен, выгодный ценамен, еще бонусты аламын дейтін болсаңыздар, дәл қазір дайректке жазып, бронь жасап қойсаңыздар болады. Төлем жасап қойсаңыздар болады полностью. И арзан бағамен аласыздар. И плюс бонус, яғни кванттық скачок жасау, медитациясы, яғни ескі версияны тастап, жаңа версияға өту, жаңа версияға секіру медитациясы сіздерге после оплаты сразу беріледі. Сіздер уже курс басталғанша уже состояниеңізді реттеп аласыздар. Жалпы сол бұйыртса курста күтемін сіздерді. Кім реально өмірін өзгерткісі келеді, реально скачок жасағысы келеді, можете смело келуге, потому что вот реально гарантия ешкім болмайды, бір адам болмайды, өмірін өзгертпей шықпайтын, потому что именно осы менің продуктым 5-6 жыл бойына өңделді, пісті, тәжірибеден өткізілді, өзіме қолданды, клиенттеріме қолданды, бәрінен нәтиже берілгеннен кейін ғана мен көпшілікке қазір шығарып отырмын. Және бұл поток, бірінші поток болғандықтан, наверное, аз адам болады, и плюс арзан бағада болады, потому что кванттық скачокқа байланысты сабақтар нарықта 300 мыңнан жоғары екен білесіздер. Ары кетсе, түскен бағасы 250 мың теңге. И то мен енді қазір біреу жаман, біреу дұрыс берген жоқ, білім берген жоқ деп талқылаудан аулақпын. Бірақ менің өзіме именно сондай кванттық скачоктан өттім. 2 миллион, 5 миллион теңге төледім. Бірақ та біз сіздің бір терапияңыздың өзінен мен ондай білім алған жоқпын ол жерден деп келгендер менде өте көп. Сондықтан да мен өзімнің біліміме сіздерде өзгеріс болатынына 100% гарантирую, 100% сенімдім. Таңдау өздеріңізде. Дәл қазір бастаймын десеңіздер де, немесе кейін бастаймын десеңіздер де, потому что сіздер егер реально өміріңізді өзгерткіңіз келетін болса, все равно аласыздар. Все равно осы сабақтан өту керек болады. Осы трансформациядан өту керек болады. Осылай проработка жасау керек болады. Без этого никак. Түсінікті ғой, да? Қанша бағасы дейді? Дайректке жазасыздар, қыздар. Все. Эфирді сақтаймын. Жақсы, сау болыңыздар. Сұрақтар бар ма? Сұрақтар болса, 1-2 сұраққа жауап берейін. Сұрақтар жоқ болса, эфирді бітірейік.
отношениеде ақшада өте оңай трансформацияланады, өте оңай. Біз оны мимен қиындатып алған просто. Ой, деп, потому что біз сол оны дейма, сол коробканың ішінде жүрген кезде біз үшін как будто ол қиын сияқты. Когда сіз уже мынаны кеңейтіп, бүйтіп жоғарыға шығып, өз өміріңізге қараған кезде, ой, туфта екен ғой деп ойлайсыздар, сол кезде вот реально трансформация басталады. Бағасы қыздар жекеге шығамыз, потому что предзаписпен төмен бағамен аламын ғой. Ал официальный сатылым ашылған кезде, ол кезде уже реальный баға сол кезде болады. Сондықтан жекеге шығамыз. Все, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. И өзіме ақша қимау қалу не себепті? Это парадигма просто. Мама солай жасады, и автоматом я тоже так делаю. Потому что менің психикам үшін осылай безопасно сияқты. Это нормально сияқты.